Иә, өте орынды сұрақ. GPA 3-тен жоғары болу үшін немесе стипендияны сақтап қалу үшін не істеу керек? Менің сізге қарапайым 5 қағиданы айтам. Осыны орындасаңыз, стипендияңызды сақтап қаласыздар, GPA-ңізде, яғни оқу үлгеріміңізде жақсы болмақ. Бұл 5 қағида не? 1. Қандай жағдай болмасын, университетке келіңіз, достар. Мейлі жатақханада қалыңыз, мейлі туысқаныңызда, мейлі жеке квартирада қалыңыздар. Сол күні сабақ бар болса, университетке барыңыз. Киім үтіктелмей қалды, аяғым шаршады, таудан түскен едім, кеше той болған еді, кеш ұйықтаған едім, қызықтырмайды. Сол күні университетке барыңыз. Бұл 1. 2. Университетке келдіңіз бе? Шай ішіп отырудың орнына, достарыңызбен әңгіме дүкен өсектің орнына сабаққа қатысыңыз. Мен бұл сабақты білемін, жаттан білемін, бұл сабақ іш пыстыратын сабақ, маған қажет емес сабақ демей-ақ қойыңыз. Егер сізге деканат бұл сабақты оқу керек деген болса, оқыңыз. Яғни сабаққа қатысыңыз. Бұл 2-ші қағида. 3-шісі, ең маңыздысы, сабаққа қатыстыңыз ба? Ана аудиторияның ең соңына барып ұйықтамаңыз. Не болмаса, достарыңызбен жиналып шахмат ойнамаңыз. Кеше болған оқиғаны өсек айтпаңыз. Не істеңіз? Мүмкіндігінше бірінші қатарда отырып, тыңдаңыз сабақты. Бұл өте маңызды. 4. Тыңдадыңыз ба? Жазыңыз. Өйткені адам баласы естігенін 80%-ын ұмытады екен. Ал естігенін және көргенін және жазғанның 75%-дан көбісі есінде қалады екен. Сондықтан да естеңіз, жазыңыз, достар. Бұл 4. 5. Жаздыңыз ба? Күнделікті жарты сағат, көп емес. Жарты сағат бүгін не өттім деп соны қайталаңыз. Міне, достар, қарапайым 5 қағиданы орындасаңыз, стипендияңызды сақтап қаласыздар, GPA-ңіз де жоғары болады, және өзіңізге деген сенімділігіңіз де артады. Қалай қарайсыз? Стипендияны сақтап қалғыңыз келе ме?